Күні кеше қыркүйек айының 1 мен 30 аралығында Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Түркістан облысы Сарыағаш ауданы бойынша шекара басқармасына қарасты Дарбаза әскери алаңында шекара қызметінің жұмылдыру дайындығын дамыту жоспарына сәйкес өткізілген 30 күндік жиын аяқталып отыр. Аталған жиында әскерде болған шекарашылар қызметтегі жаңашылдықтар мен ұмыт болған дағдылармен танысып біліктіліктерін арттыру көзделген еді. Салтанатты шараға арнамыздың түсірілім тобы да қатысып қайтты. Өткізілген жиынның негізгі мақсаты қазіргі заманға сай кәсіби шекара қызметінің оқу үрдістерін үйретіп, таныстыру, сарбаздардың шеберліктерін арттыру. Олар мұнда 30 күн бойы әскери тәртіппен өмір сүріп, өздерін шыңдайды. Отан алдындағы борышын өтеп жүрген Нұрболат Төлбасиев полигонға арнайы шақырту алған. Есіме түсірген дүнием көп дейді ол. Бір жылдық әскерде болдым. Әскерде болғаннан кейін осы шараға қыркүйектің 1-іне шақырту алдым. Осы шара маған өте тиімді болды. Жаттығулар, естен шығып қалған жағдайлардың барлығын қайта қалпына келтірдік. Әскердегі болған жағдайлардың барлығын, атыс құралдарын деген сияқты. Келешекте осы шараға жастарды шақыртылуын қалаймын. Өте қызықты өтті. Әскери жиынға облыс аумағындағы 14 ауданнан 75 адам келген. 30 күннің ішінде шекара қызметінде жұмыс істеуге 20 адам өтінім беріпті. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің жоспарына сәйкес әскери міндеттілермен 30 күндік жиын өткізілу міндеттелген. Осы жиын ағымдағы жылдың қыркүйек айының 1-нен 30 аралығында өткізілді. Жиынның мақсаты әскери міндеттілерді заманауи техникалар мен құралдарға үйрету, ұмыт болып қалған жаттығуға қайта машықтандыру болып саналады. Бұл жиынның негізгі мақсатына біз жеткенімізге кәміл сенімдіміз. Ауқымды шара соңында жоғарыда аталған 75 адам арнаулы алғыс хаттармен марапатталып, 9-ына ефрейтор әскери шені табысталыпты. Мейірхан Бақчанұлы, Фариза Мүслім, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.